Сәлеметсіздер ме? 9-шы сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен екінші бөлімге арналған тест сұрақтарын толық талқылап, жауаптарын айтатын боламын. Ендеше бірінші тапсырмадан бастайық. Бірінші тапсырмада Бұғыбай, Құрман, Бұқарбай, Ағыбай қай шығарманың кейіпкерлері деп бізге сұрақ қойған болатын. Бұл жерде ән нұсқасын талдай аламыз. Кенесары Наурызбай жырында кездескен болатын, яғни Кенесары Наурызбайдан басқа Бұғыбай, Құрман, Бұқарбай, Ағыбай дегендей батырлар бар деп айтып кеткен болатын. Бұл жерде ән нұсқасын аласыздар. Келесі, құныкер сөзінің мағынасын қалай түсінесіздер дейді. Мен бұл жерде тағы да ән нұсқасын аламын. Себебі кісі өлтірген жазалы адамды біз құныкер деп атаймыз. Келесі, Орақ Мамай, Кенесары Наурызбай жырлары қандай жырға жатады дейді. Мен бұны эпостық жырға жатқызамын. Яғни А нұсқасын аламыз. Себебі ол эпостық жырға жатпайды, себебі ол лирикалық емес. Яғни келесі тарихи жырға жатқызуы мүмкін, бірақ та көбінесе ол эпостық жырға жатып тұр. Және де батырлар жырына ол сәйкес келмейді. Сол себептен А нұсқасын аласыздар, эпостық жырға жатады. Келесі 4-ші тапсырмада Нысанбайдың өнерін танып, оны басы қарадай батыр жоқ, Нысанбайдай ақын жоқ деп бағалаған кім дейді? Ол бізде Кенесары. А нұсқасын аламыз. Сіздер оны өткен боласыздар. Кенесары солай басы қарадай батыр жоқ, Нысанбайдай ақын жоқ деп айтқан болатын. Себебі ол Нысанбайды ақындығын ұнатқандықтан өзінің кеңесшісі қылдырып алынған, және де Нысанбайдай ақын жоқ деп оған оның өнерімен тамсанған болатын. Келесі 5-ші тапсырмада үзіндегі көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңдар дейді. Бұл сапарда жар жетті жаппар дейсің, қамалын бұзды қырғыздың, соғысын тауып үйесін деген ол мына жерде В нұсқасын аламыз, Наурызбай. Себебі қараңыздар, бұл сапарда Наурызбай, жар жетті жапар иістің, қамалын бұзды қырғыздың, соғысын тауып жүйесін. Яғни бұл жерде Наурызбай, Кенесары Наурызбай туралы айтылған ғой. Сол жерде Наурызбай. Яғни бұл жерде ол Кенесарыны алып кеткеннен кейін Наурызбай сол Кенесарыны құтқару үшін барлығынан көмек сұрайды. Яғни алып келейік, басшымыз кетіп қалды ғой Кенесары. Барлығымыз барып Кенесарыны қайтадан елге алып келейік дейді. Бірақ та барлығы өз басын ойлап бармай, тек қана Наурызбай, солардың ішіне Наурызбай ғана Кенесарыны ойлап өзі жалғыз келеді. Яғни бұл осы үзіндіден алынған. Яғни бұл жерге біз көп нүктенің орнына Наурызбай сөзін қоямыз. Келесі 6-шы тапсырмада кейіпкерлері шынайы адамдар болатын деректі шығарма қалай аталады дейді. Бұл жерде В нұсқасы ол тарихи жыр әрине. Келесі 7-ші тапсырмада әдебиет танытқыш кімнің еңбегі дейді. Ол, конечно, Ахмет Байтұрсынұлының еңбегі. Оны барлығыңыз білетін шығарсыздар. Келесі 8-ші тапсырмада белгілі бір тарихи оқиғаларға байланысты туған кең көлемді шығармалар қалай аталады дейді. Олар әрине тарихи жырлар деп аталады. Бұл жерде Б нұсқасы. Келесі 9-ші тапсырмада Махамбеттің Исатайға арналған өлеңінің көрсетіңдер. Яғни Исатай қайтыс болғаннан кейін Махамбет өзін жалғыз сезініп, яғни ол Исатай өмірден өткеннен кейін өзі жалғыз соғыса алмады, яғни жалғыз қиын болғандықтан Исатайға арнап ол өлең шығарған болатын, өлең арнаған болатын. Ол өлеңнің аты Тарланым деп аталады. Міне В нұсқасын белгілейсіздер. Келесі 10-шы тапсырмада өлеңнің әр жолының немесе әр ой ағымның бір сөзден басталып отыруға қалай аталады. Яғни ол бізде А нұсқасы анафора. Келесі 11-ші тапсырмада төмендегі еңбектердің қайсысы Шоқанның еңбегі емес. Бұл жерде біз Б нұсқасын аламыз. Жамиғат
тауарих ол Шоқанның еңбегі емес. Қалған 3 нұсқа ол біздің Шоқан Уәлихановтың еңбегіне жатады. Келесі 12-ші тапсырмада манап сөзінің мағынасын анықтаңдар дейді. Біз бұны жаңа Ыстықкөлде шығармасын оқыған кезде манап деген сөзді талқылаған болатынбыз. Бұл жерде ән нұсқасы, яғни қырғыз руларының ақсүйектерін манап деп атаған екен. Осымен оқушылар, біздің тест сұрақтарымыз бітті. Екінші бөлімге арналған тест сұрақтарын біз толықтай жасап, талқылап шықтық. Яғни екінші бөлімді, екінші тоқсанның тапсырмалары түгел орындап шықтық. Келесі біз үшінші тоқсанда адам жанының құпиясы атты бөлімді бастаймыз. Оны біз үшінші тоқсанда өтеміз барлығын. Ал екінші тоқсанның барлық тапсырмаларын біз сіздермен талдап шыққан болатынбыз. Ендеше келесі көріскенше сау болыңыздар.